Қайырлы күн қыздар. Бүгінгі мастер-класс магазинге қалай торт өткіземіз, қалай сатамыз, қалай пісіреміз, сол жөнінде болады. Бүгінгі мен көрсеткен осы рецепт бойынша жасасаңыздар, 18 диаметрлі 3 медовый торттың рецептісі. Бізге керек заттар: ұн, шекер, сары май, мед керек болады, және жұмыртқа. Сода керек болады. Егер сіздің миотыңыз натуральный болса, соданы өзі гасить етеді. Егер сіздің миотыңыз самопал болса, сіздің содаңызды гасить ету керек болады. Егер гасить етуді білмейтін болсаңыз, ол жөнінде де осы плейлисттің ішінде видео таба аласыз. Ең бірінші осындай үлкендеу кастрюль алып, жұмыртқаны жарып, шекерді саламыз. Оны жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде осындай темір ыдыс керек. Қазір біз бұл ыдысты водяной баняға қоятын боламыз. Сары майды саламыз. Араластырамыз. Мед саламыз. Мед салып болғаннан кейін водяной баняға қоямыз да араластырамыз. Водяной баня дегеніміз астында бір кастрюльде су қайнап тұру керек. Мына кастрюльді үстіне қоямыз, екінші кастрюльді. Осылай ерігенше араластыру керек жақсылап. Соданы саламыз. Араластырамыз. Егер миотыңыз натуральный болса, осылай көпіру керек. Ол қалыпты жағдай. Өйткені натуральный миот соданы гасить етеді. Енді ұнды саламыз. Ұнды салғанда қолмен араластырудың қажет жоқ. Дәл қазір осылай ұнды салып, венчикпен араластыра беріңіздер. Ұнның бәрін салып, жақсылап араластырамыз. Рецепте көрсетілгендегіден артық ұн салудың қажеті жоқ. Артық ұн салатын болсаңыз, медовый тортыңыз қатты болып қалады. Осындай қою масса шығады. Осы массаны алып, міндетті түрде 2-3 сағатқа холодильникке, болмаса мұздай жерге қойып қоямыз. Мұздай жерде тұрғанның арқасында міне қамырымыз осылай қатты болады. Ұнды көп қажет етпейді. Қолға қатты жабыспайды. Енді қамырды жақсылап илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін осындай етіп колбасаға ұқсатып жасаймыз. Және бөліктерге бөлеміз. Менде 24-25 штуктай шықты. Осылай міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеп, қамырды жайып аламыз. Өте жұқа етіп жая беріңіздер. Мынау менің 18 диаметрлік формам. Сіздер бұның орнына басқа любой зат қолдана аласыздар. Тіпті бұндай ешқандай зат болмаса, 18 диаметр қылып, пергамент қағазына сызып алсаңыздар да болар ручкамен. Дәл осылай етіп жұқа қылып жайып, 170-180 градуста бір күлшені 3-4 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне қыздар, осындай етіп пісіріп аласыздар. Торттың креміне келетін болсақ, мен осындай Чудское озеро дегенді қолданамын. Бұл натуральный және құрамы таза. Пайызы 33%. Пайызы 33%-дан төмен сливкилерді қолдануға кеңес бермеймін. Ондай сливкилердің құрамында адамның ағзасына өте зиян заттар болады. Егер бұндай сливки қымбатырақ болатын болса, кәдімгі магазиннен сметана және қант ұнтағын алып, жақсылап миксерлеп алып, медовый торттың арасына қоссаңыз да өте дәмді болып шығады. Сливкидің үстіне қант ұнтағын саламыз. Осы жерде тортқа қосылып жатқан заттардың барлығын мөлшерін осы видеоның астынан описаниеден көре аласыздар. Миксерлеп аламыз.
Сливкиді миксерлеген кезде сливкиіңіз міндетті түрде холодильникте мұздай жерінде 2 сағат тұруы қажет. Және миксерді ең жай жылдамдығынан бастап миксерлейсіз. Бірденнен қатты жылдамдықта миксерлеуге болмайды. Бұл сливки деген өте капризный зат болғандықтан абайлап жұмыс істеген жөн. Сливки қоюланғанша миксерлеп аламыз. Егер көп миксерлеп жіберсеңіз, сливкиіңіз іріп кетеді. Жаңағы ақ миксермен сливки қоюланбайтындай болып көрінді маған, сондықтан да осындай планетарный миксерге құйып жасадым. Міне осындай қою болу керек сливкиіміз. Осылай енді торттың корждарына мол қылып жағып шығамыз кремдерін. Кремін жағып болғаннан кейін біздің торттарымыз міндетті түрде мұздай жерде, холодильникте бір түнге қойып қоюыңыз керексіз. Болмаса 5-6 сағат корждарымыз жұмсарып, крем коржға сіңуі керек. Сонда тортыңыз өте керемет болады. Міне қыздар, осындай 534 грамм, және бұл торттың диаметрі 18. Мен осы рецепт бойынша 3 торт шығады. Міне біздің торттарымыз дайын магазинге өткізуге. Егер торттың лентасын қалай байлау керектігін білмейтін болсаңыз, осы видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын. Міне біздің торттарымыз магазинге кетті. Қыздар, осы мастер-класты таратайық. Егер осы мастер-класстан кейін подписчиктер саны көбейетін болса, дәл осылай етіп, әдемі қылып, чупа-чупс жасап, магазинге өткізудің жолын от-идо видеоға түсіріп саламын. Қыздар, бізге тортқа тағыда мынандай лента қажет болады, тортты байлағанға. Мынандай торттың сырты керек болады. Торттың астына төсегенге мынандай осындай қағаз керек болады. Бұндай қағаз, міне осындай қағаз болады. Бұл 18 диаметрге арналған. Қыздар, осындай қағазды бір рет алып қойсаңыздар өте көпке жетеді. Бұның бір пачкасында 1000 штук болады. Мынандайды да 16,5 сантиметрлігін алдым, бірақ 18 сантиметрге кете береді тортқа. Торттың упаковкасына да адамдар қарайды, қыздар. Осындай торт қылып өткізетін болсаңыздар, осындай заттар керек болады. Міне мына 18 диаметрдің қақпағы. Егер дәл сол рецепт бойынша жасап, пирожный қылып өткізіп, пирожный қылып бөліп кесіп өткізетін болсаңыздар, онда бұл заттардың ешқайсының да қажеті болмайды, қыздар. Ол кезде тарелкаға болмаса таза коробкаға салып апарып өткізе бересіздер.